Сәлем, дусларым. Бүгін біз иң-иңнер турында сөйлешешекбіз. Менің иң яратқан ризығым, иң мотор күлмәгім, иң якын достым. Географияға бұларның не қатнашы бар дейсізме? Шаяртам инде, дусларым. Хәзір барысын да аңлатырмын. Мен сізге сұраулар берешекмін, қой бір сұрауларға жауапны біргелеп те әзләрбіз. Сіз әзірме? Кеттік! Евразия жер шарындағы ең зор материк екенін білесіздер инде. Ул барлық құры жерінің 3-тен 1 үлішін олып тұра. Көз алдына кетірігіз әлі. Африка білен Төньяқ Американың майданын бірге қушсақ, Евразияның майданына тегіз болашақ. Демек, ең зор материк номинациясында Евразияға теңнер жоқ. Ең құры материкні білесіз мүсің? Қайсығыз бұл сұрауға жауап бере ала? Африка дейсізме? Жоқ шол, мен де башта шолай ойлаған едім. Хәзір мен сізге ярдәм етем. Ең құры материк ул әлі дүниядағы ең кішкене континентта. Дөрес, дусларым, ең құры материк исеменә Австралия лайық. Тағын бір сұрау. Ең қызу материк? Әлбәттә, ең қызу материк ул Африка. Дуслар, ең биік материк та бар екен бит. Антарктида ең солқын материк қына түгіл, ең биік материк болып та санала. 53 миллион ел элек Антарктидада жылы болған. Оның ярлары бойында пальмалар үсіп отырған. Бүгін ise Антарктиданың 99% боз білен қопланған. Материклар орасында ең дымлы материк исемен ертуші де бар. Қайсығыз біле, дуслар? Білмейсізме? Борчылмағыз. Дұрысын гіне еткенде, бұл сұрауға жауапны өзім де білмейдім. Лекин білмеу ғайып түгіл, білерге тілемеу ғайып. Ихтибар, ең дымлы материк номинациясы Төньяқ Америкаға берілі. Ең көп сулы Амазонка елғасы да, дымлы экваториал урманнар да бар бұл материкта. Алдағы мәғлумет барығызға да таныштыр деп ойлайым. Лекин қабатлау бір кемге де қомашаламас. Байкал күлінің дүниядағы ең тирен күл екенін білмеген кіші юқтыр. Оның ең зор тиренлігі 1642 метр. Байкалға 300-ден артық елға һәм инеш суларын құя. Мұнда планетадағы барлық тұшы суның 5-тен 1 үліші тупланған. Байкал күлі планетабызның ең шиста күлі болып та санала. Оның қойда орнашқанын барығыз да біледір бит? Білмегеннер үшін шыпырт қына айтам. Байкал күлі Россияда орнашқан. Утраулар орасында ең зор утрау исеменә Гренландия лайық. Сіз бұл утрауның 80%-ын боз қоплап тұрғанын білейдігізме, дусларым? Дүниядағы ең биік шарлауықны қайсығыз біле? Ниагара шарлауығы дейсізме? Жоқ. Дүниядағы ең биік шарлауық Анхель шарлауығы. Оның биіклігі 900 метрдан артып кете. Ол Төньяқ Америкада, Венесуэлада орнашқан. Һәм бүгінге соңғы сұрауым. Татарстандағы ең зор күліне қайсығыз біле? Дуслар, нәқ шулай, Қобан күлі республикабызның ең зор күлі. Иң-иңнер турында сөйлешуімізді біз әлі дәвам етербіз. Бүгінге сау болыңыз, дуслар!